Қайырлы күн, қымбатты менің оқырмандарым. Қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Менің каналыма тіркеліп, денсаулыққа байланысты көптеген ақпараттарды алып отырыңыздар дегім келеді. Бүгін біз сіздермен бір айлық баланың физикалық, психикалық, сонымен қатар эмоциональды тұрғыдан даму ерекшеліктері туралы айтатын боламыз. Жалпы әйел адам босанғаннан кейін алғашқы бір ай ол бала ішінде, ана ішінде ерекше кезең болып саналады. Анасының организмінде жүктіліктен кейін қайта қалпына келтіру процестер жүрсе, ал бала үшін өзінің психикалық, яғни айына сәйкес даму процестері жүреді. Сонымен бір айлық баланың жүрегіне тоқталатын болсақ, жүрегі минутына 135-140 рет соғады. Бұл бала тәулігіне 15 рет, 16 рет кіші дәретке шығады. Үлкен дәретке 1-6 рет шығу мүмкін, бірақ кейбір балалар 2 күнде, 3 күнде 1 рет шығады. Бұл қалыпты жағдай. Баланың ас қорыту жүйесіне келетін болсақ, тамақты өте белсенді түрде қорытады. Сондықтан да жиі емшек сұрауы мүмкін. Баланың сұрауы бойынша анасы емізуі керек. Тыныс алуы беткей болады, себебі қабырғалары горизонтальды орналасқан, бауыры жайылып орналасады, сонымен қатар диафрагмасы әлсіз, сондықтан да тыныс алуы беткей. Сонымен қатар біз қолымыздың 2 саусақ арқылы еңбегіне қоятын болсақ, бүлкілдеп сезеді. Бұл еңбегі 1-1,5 жасқа келгенде жабылады. Егер де одан да ерте жабылып кететін болса, черепное давление пайда болу қаупі бар. Бір айлық баланың бойы 3 сантиметрге өседі, салмағы 600-800 граммға артады. Арнайы лентаны алып, егер де бас өлшемін өлшейтін болсақ, 36-37 сантиметрді құрайды, және кеудесін өлшейтін болсақ, онда 35-36 сантиметрді құрайды. Енді бір айлық балада қандай психикалық даму процестері жүреді, соған тоқталатын болсақ, бала алғашқы туылған кезде аяқтарын бүгіп жатады, ал бір айлық бала уже аяғын бүгіп жаза алатын болады. Және егер де баланы теріс қаратып жатқызатын болсақ, ол қолдарын алға қойған кезде басын көтере алады. Баланы ақырындап бұрып, егер де балаға қарап сөйлейтін болсақ, ол гуілдеп жауап береді. Ең қызығы 20-40 сантиметр арақашықтықта ойыншықтарды оңға, солға жылжытатын болсақ, бала оған назар аударып қарай алады. Баланың тіліндегі дәм сезу рецепторлары өте жақсы дамыған. Ол анасының тәтті сүтін жақсы көреді. Сондықтан да, егер де анасы өте ащы немесе өте қышқыл нәрселерді жейтін болса, сүттің дәмі өзгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан да анасы өзінің тамақтану режиміне қарауы тиіс. Жалпы бір айлық бала 20-21 сағат ұйықтайды. Қалған 2-3 сағатында ояу болады. Яғни ол үлкен кіші дәреттерге шығу кезінде оянады, сонымен қатар қарны ашқан кезде және сіз киіндіріп шешіндіретін болсаңыз, сол уақыттарда бала белсенді түрде ояу болады. Бір айлық балада қандай даму рефлекстері болатынын білгіңіз келсе, төмендегі ссылка арқылы кіріп келесі видеоны қарасаңыз болады.